Алла Тағала Құран-ы Кәримде Бисмиллахир-рахманир-рахим Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құр'ану худан линнаси ва баййинати минал худа вал фурқан. Ол сондай Рамазан ай, онда жақсылық пен жамандықтың, хақ пен батылдың аражығын ажырататын, адамзатты тура жолға бастайтын қасиетті Құран түскен ай. Бұл Рамазан қандай ай? Құран түскен ай. 1000 айдан да хайырлы қадір түні бар бұл айда, солай ма? 1000 айымыз біз айтып жүрміз 83 жылға тең, бір адамның өміріне тең. Соншалықты қасиетті. Біз кеше 610 жылы, яғни 7 ғасырдың басы ғой енді, Рамазан айында кешегі Нұр тауында Хира үңгірінде осы аяттар түсе бастады дедік қой. Мінекей, ардақты ағайын, сол қасиетті Құран алдымыздағы Рамазан айында түсті. Бұл Рамазан айы Алла Тағала тағы сол аяттың әлгі Бақара сүресінде бұйырады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей момын мұсылмандар, ораза сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей сендерге де парыз етілді ораза. Яғни ораза ұстаңдар. Бәлкім тақуалыққа жетерсіңдер. Бәлкім ораза ұстау арқылы Құдайдың алдындағы жауапкершіліктерін сезінесіңдер, тақуалықтарыңды, адамгершіліктерің, адами қасиеттеріңді арттырасыңдар, күшейтесіңдер. Яғни Алланың айтқан істеу арқылы біз Аллаға жақындаймыз ғой. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз не қылды? Мән сама рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбих дейді. Қараңыз. Кім сауабын тек қана Құдайдан үміт ете отырып, Рамазан айын оразамен өткізетін болса, оның өткен барлық күнәсін бәрі кешіріледі дейді. Қараңыз. Өткен барлық күнән кешіріледі. Егер біздің ниетіміз Алла үшін және сауабын Құдайдан үміт етіп, денсаулығым жақсарсын, арықтайын, әйтеуір қатардан қалмайын, енді мұны бәрі ұстап аты таңертең тұрып бірге, ақыры тұрамын бірге шай іше салайын. Жоқ. Ниет маңызды ол жерде. Не істеу керек? Құдайдың ризалығы үшін. Алла Тағала не істеді? Сол айды кімде-кім көрсе, яғни Рамазан айына кімде-кім жететін болса, не істесін? Ол фасумху оразамен өткісін дейді Алла Тағала. Ол ораза ұстамаса болмайды. Күнәһар боламыз. Ораза ұстамайтын адамдар болады өзі. Кімдер? Денсаулығы жарамайтын. Хронический дейміз ғой. Созылмалы ауру болатын болса, оған ұстамауға болады. Оның өзінде сіз не істеуіңіз керек? 30 күнді фидия арқылы орын толтыруыңыз керек. Таңғы және кешке 2 мезгіл бір міскін 2 мезгіл тоятындай дәреже тамақ беріп не істеуіңіз керек? 30 күн бойы фидияны беруіңіз керек болады. Әрине оған жағдайыңыз болмаса, онда не істейсіз? Пітір садақасының мөлшерінде фидия бересіз. Оған да жағдайыңыз болмаса не істейсіз? Я Алла кешір, өзің жағдайды көріп тұрсың деп тәубе қыласыз, болды. Бұл әрине ораза ұстай алмайтын адамдарға айтып жатырмын. Қарт кісілер, науқас кісілер, науқастың өзі бірден айтайын, технический жақтарын айта берейін. Мысалға ауырып тұрсыз, қазір бірақ ертең жазылып кетуі мүмкін, ауру болады да. Ол адам фидия беріп құтыла алмайды. Түсінікті ме? Мен бүгін асқазаным ауырып жүр, бірақ мен емделіп жатырмын. Бәлкім 2 күн 3 күннен кейін мен жазылып кетуім мүмкін ба? Мүмкін. Демек, ол адам не істей алмайды? Фидия беріп, тамақтандырып, ақша беріп, бітті деп жаңа өзінің оразасының орнын толтыра алмайды. Ол өткені созылмалы ауруға жатпайды. Түсінікті ме? Қарт кісілер, олардың енді жап-жас болып кетуі мүмкін емес қой енді. Қарттың өзінде де жаңағындай әбден әлсіреп, әлжуаз, яғни ораза ұстаса, одан сайын асып кетеді ауруы. Ол адам несімен ораза ұстауы шарт емес. Жағдай болса фидия береді, болмаса пітір садақасы мөлшерінде фидиясын береді. Немесе не істемейді, мүлдем ештеңе істемейді, тек қана Алла Тағалаға истиғфарын жасап, тәубесін жасайды, болды. Рамазан айы күнәдан тазартатын ай. Рамазан рухани мектеп. Рамазан бізді тәрбиелейтін ай. Рамазан біз мына пенделерді Құдайға жақындататын ай. Рамазан сонда ерекше бір ай, ардақты ағайын, мына сенің жүрегіміз, сізбен біздің жүрегіміз жұмсаратын ай. Аштың жағдайын, кедейдің, мұқтаждың жағдайын бізге ұқтыратын ай, ардақты ағайын. Бай мен кедейді теңестіретін ай. Құдайдың берген қарасуының өзін, нығметтің қадірін білдіретін ай. Солай ма? Рамазанда біз не істейміз? Сол қарасудың өзін бір кәдімгі дәмін сезіп, кешке қарай маңдайымыздан тер шығып, не істейміз? Сол суды рахаттанып ішеміз. Дұрыс па? Құдайдың құдіреті Рамазан жылына бір-ақ рет келеді өзі. Солай ма? Bir жылдары 30 күн болады, bir жылда 29 күн болады. Ол енді жаңа айдың тууына байланысты, Рамазан айының келуіне байланысты, ол жақындағанда оны білеміз. Биыл ақпан айының 19-ында Құдай қаласа Рамазан айы басталады. Солай ма? Иншалла санаулы күндері қалды.
Енді осы Рамазан айына қалай дайындаламыз? Осындай ұлық ай, 1000 айдан қайырлы қадір түні бар ай. Ораза ұстағандарға сұмдық. Енді тіпті ауыз ашар берген адамның өзі, ойлай беріңіз, өзіңіз оразасыз, сансыз сауапқа кенелесіз. Сөйтіп кімде-кімнің бір ауыз, бір құрмамен біреудің ауыз ашуына себепкер болатын болсаңыз, қараңыз, пайғамбарымның хадисін айтып жатыр. Біз енді ауыз ашар деген кезде жаңағы дастархан жайып, ана дастарханда ине шаншар жері қалмай, ойбай, бүкіл тамаққа толтырып қоямыз ғой. Әрине, біз енді сондай жомарт халықпыз ғой, қонақжай халықпыз ғой енді. Негізінде Рамазан тамақ жейтін ай емес негізінде. Тамақты қысқартатын ай, азайтатын ай Рамазан деген. Көрдіңіз ба? Біз не істейміз? Керісінше Рамазан ай келген кезде сәресінде бір тыңқиып аламыз, тойып жақсылап тұрып, сосын кешке қарай тағы да дабапкісімен қосып тағы тойып аламыз. Сонымен біздің кейде өкінішке орай денсаулығымыз жақсартудың орнына, құлшылық жасаудың орнына кейде өкінішке орай күні бойы ұйықтап, сериал көріп, телефон шұқылап, уақытты өлтірейін деп, кейде уақытты өлтіріп, әйтеуір қашан күн батады деп соны күтіп жатқан кездер болып жатыр ма? Болып жатыр ондай, өкінішке орай. Енді Аллаға шүкір ғой, сонау тәуелсіздік алған жылдан бері біз уже оразаның қадірін түсінетін жағдайға келдік. Сауатымыз да ашылды. Дұрыс па, жыл сайын ұстап келе жатырмыз, білеміз уже. Кемшіліктер жөндеп жатырмыз жылдан жылға. Енді біз басқа бір деңгейге шығуымыз керек, ардақты ағайын. Басқа бір деңгейге шығуымыз керек. Яғни Рамазан айы бізге өзгеріс алып келеді. Рамазан айында біздің дұғаларымыз кері қайтарылмайды. Рамазан айында біреуге жаңа айтып жатырмын, біреудің аузын аштыратын болсаңыз, бір құрмамен болса дейді, қараңыз, пайғамбарым, бір құрмамен болса да біреуге ауыз ашуына себепкер болсаңыз, сол кісінің ұстаған оразасының сауабы бар емес па? Сол сауап та сізге жазылады дейді пайғамбарымыз. Бірақ ол кісінің сауабынан еш нәрсе кемімейді дейді, қараңыз. Яғни оның сауабы бәрі саған кетіп қалып, ол дымсыз қалады деген сөз емес дейді, қараңыз. Құдайдың өйткені мейірімі кең ғой. Бірақ бұл жердегі мәселе не? Қараңыздар, Алланың ризалығы үшін азаннан кешке дейін аузы берік, су ішпейді, тамақ ішпейді, әдетте адал болған нәрседен тыйылып, Құдайдың разылығын іздеген пендеге Құдай үшін ораза ұстап жатқан адамның аузын аштырып жатыр ғой, көрдіңіз ба? Бұл не? Әуелі Алла Тағалаға деген құрмет бұл. Алланың алдындағы әдебі мұсылманның. Алладан бір үміт етіп, сауапты үміт етіп, Аллаға жақындау мақсатында ол не істеп жатыр? Ауыз ашар беріп, әлгі адамдардың аузын аштырып жатыр, қараңыз. Құдай үшін құлшылық жасап жатқан адамға не істеп жатыр? Сол құлшылығына қосып, сол ауыз ашуына себепкер болу деген үлкен бір ғанибет, үлкен бір ұлы сауаптар ағайын. Қарасаңызшы, оның ұстаған сауабын тағы сізге жазып қояды Алла Тағала. Сондай ерекше ай. Сәресінде тұрған кезде пайғамбар не қылды? Сәресінде берекет бар дейді, солай ма? Сәресінде дұғалар қабыл болады, Рамазан айында қайтарылмайды. Ауыз ашар уақытында дұғалар кері қайтарылмайды. Бір азан мен қаматтың арасындағы дұғалар қабыл болады, қайтарылмайды. 30 күн бойы ол оқитын ол уақытта қандай намаз бар? Тарауих намазы бар, 20 ракағат, әйелдер әрине үйде оқиды, ер азаматтар мешітке барамыз. 30 күн бойы қаридың алдында, артында тұрып не істейміз біз? Тарауих намазды оқимыз. Қалмаңыздар ағайын. Осыдан бұл тек қана Рамазан айында оқылатын намаз. Яғни түні құлшылықпен өтеді, күндізде құлшылықпен өтеді ғой. Тіпті керек болса бір ерекшелігі Рамазанның, тағы бір осыны айтайын да ары қарай бүгінгі тақырыпты қозғап жіберейін иншалла. Тақырыбымыз Рамазан шындығында, бірақ дайындық деген мәселені айтқым келіп отыр да бүгін. Қараңыздар, Рамазан айының тағы бір өте бір нәзік бір ерекшелігі, ғалымдар осыны айтады. Ұйықтап жатса да құлшылық халінде болады дейді да, ораза ұстаушы адам. Түсіңіз ба? Мысалға, намаз олай емес. Намаз дәрет аласың, намаздың өзінің уақыты бар, дұрыс па? Намазда ассаламу алейкум ва рахматулла, ассаламу алейкум ва рахматулла деген кезде бітті, намаздан шығасыз, құлшылықтан шығып кетесіз. Көрдіңіз ба? Кеше біз ихрамға кірдік, тауап жасадық, саи жасадық, шашты алдық, шығып кеттік қой. Құлшылықтан, көрдіңіз ба? Құлшылық халінен шығып кеттік. Ал азаннан кешке шейін ораза ұстаған адам не істейді? Сәресінен бастап күн батқанға дейін құлшылық халінен шықпайды екен, қараңыздар. Отырса да, рөлде отыр, компьютер жұмыс істеп отыр, ұйықтап жатса да ол не істеп жатыр ол? Құлшылықта. Неге? Себебі ол ораза? Ол жеп жатқан жоқ, ішіп жатқан жоқ. Әрине ол тек қана
ішіп жеуден тыйылу емес қой ораза, білесіздер, иә? Негізгі оның хикметі сонда. Әрине, негізгі жаңағы сөздік мағынасы сол, ішіп жеуден тыйылу, жыныстық қатынасқа бармау, және оның астарында үлкен мағына, рухани мағынасы не? Тіліңді тыясың, қолыңды тыясың, Құдай сақтасын, күнәдан тыйыласың. Рамазан айтып отырмыз ғой, рухани мектеп. Мінекей, біз тәрбиелеу керек, бізді өзгерту керек, күнәмізден тазаратын, сауапты тағы да бұлай асап-асап, қаптап алып қалатын, не дейміз жаңағы, жәрменке дейміз ба, сезон кәдімгі, қазақша не дейтін ек? Жоқ, науқан, сауаптың науқаны ғой, Құдай қаласа. Енді бір қызық айтайын, мына сіздермен біздер керемет бір дайындықпен баратырмыз. Өз дайындық бастап кеттік негізі менің ойымша. Бірақ осы не істеу керек? Мінекей, бірінші не істеу керек? Қалай дайындалу керек Рамазанға? Ниеттен бастауымыз керек. Мінекей, қазіргі сәттен бастап не істеу керек? Алдымызда айлардың 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айы келе жатыр ғой. Жаңа айттым, аят хадистердің бәрін сауабын айттым, қысқаша естеріңізге салдым. Соны не істеу керек? Ойлап, мына жүректі, мына тілді екеуін бірін байланыстырып, тығыз не істеу керек? Ниетті түзеулеу керек. Рамазан келе жатыр, ей Алла, пайғамбар не істеген? Дұға жасаған ғой. Ей Алла тағала, осы Ережеп айында және Шаабан айында бізге берекет бер, және Рамазан айына аман есен жеткізе көр деп пайғамбарым дұға жасайтын болған екен да. Сахабалар 6 ай бұрын бастайды екен дайындықты. Кәдімгі сағынып, Рамазан келе жатыр деп соған рухани ниетпен дайындалады екен да, қараңыз. Ораза біткеннен кейін 6 ай бойы, я Алла тағала, 6 ай бойы оразамның қабыл болсыншы, я Алла қабыл ет деп өтеді екен 6 ай бойы, қараңыз. Олардың тақуалығы соншалықты, қараңыз. Біз Рамазан бітті, ертесіне айт қой енді. Айттан бастап көбінесе дейіп, Аллаху акбар, әрі қарай айда қыдыру тойлаймыз. Содан Шәуәл айында 6 күн ораза ұстасақ ұстадық, ұстамасақ бітті ғой әрі қарай. Келесі жылы бірақ келеді. Тіпті кейде не істейміз? Сөздің енді өтірігі жоқ. Қаза оразаларымыз қалып кетеді ғой. Қаза оразамыз қалады, келесі Рамазанға шейін кейде не үлгірмей ұстамай жатамыз да соны. Бұл әрине бұл иманның әлсіздігі бәлкім, жалқаулық шығар бәлкім, тағысындағы. Демек, бірінші не істеу керек? Ниетті түзеулеу керек екен ардақты ағайын. Ниетіміз түзеу керек. Рамазан келе жатыр алдымызда. Осы ниетті соған қарап түзеуіміз керек. Ал енді, мына сіздермен біздер, Аллаға шүкір, өте керемет рухани халде тұрмыз қазір. 9-ында Құдай қаласа ұшамыз ба? Сөйтіп 9 күні қонамыз иншалла. Алла амандық берсін, аман есен, ауырмай, сырқамай. Құдай қаласа басымыз бүтін, 4 көзіміз түгел, елімізге барып қонуды Алла нәсіп етсін, Құдай қаласа. Мінеки, әр жағында 10 күн қалады сонда. 9 күні қонамыз, 10 күннен кейін Рамазан басталады ардақты ағайын. Ал мына сізбен біз, мына жақта қазір не істеп жатырмыз? Кішкене рухани біраз тазарып, Қағбаны көріп, қаншама миллиондап жаңағы сауап жинап, қаншама көз жасымыз төгіп, мына жүрек қазір жібіп тұр қазір. Қазір деген дайын тұр осы қазір. Енді істеу керек? Рамазанға шейін как раз мінекей елге барған кезде енді күш қуаттарың жетсе, мына жақта күн ыстық, кішкене саяхатқа шығып жатырмыз. Енді ертең бір бәдел өмір жасап келсек, одан кейін тек қана намазға барып келуге болады да, ораза ұстап кетуге де болады жақтан. Ең құрғанда дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстасаңыздар өте абзал болады. Жоқ, мына саяхатта жүрмін, кішкене ауыр тер, қажетіме үйге барған ұстаймын десеңіз де болады. Міндет емес ол нәрсе. Бірақ ең құрғанда елге барасыз ғой, бірден оразаға бастап кетіңіз. Неге? Себебі Айша анамыз айтады. Пайғамбар дейді, Рамазаннан басқа ең көп ораза ұстаған айы ол Шаабан айы дейді ғой. Міне қазір тұрған айымызда. Ең көп ораза ұстаған ай. Тіпті соны жаңағы аузын ашпай күнде-күнде ораза ұстап жатыр ма деп ойлап қаласың дейді. Соншалықты көп ұстаған да пайғамбарымыз. Неге? Себебі Рамазанға не істеген дайындалған ғой, көрдіңіз ба? Демек, Рамазанға не істеу керек? Бірінші не айттым жаңа? Ниетпен дайындалу керек деп айттым. Екіншісі не істеу керек? Құлшылықпен дайындалу керек. Жаңа ниетте сол, жүрек, ниет сол бәрі сол, жүрекке байланысты ғой. Ниет ету деген жаңа айттым. Ойланасыз қазірден бастап Рамазанда. Осыншалықты сауабы бар, осыншалықты Құдайдың мейірімі төгіледі, осыншалықты деген жаңағы Құдайдың сауаптары төгілетін ай, мен не істеуім керек? Я Алла тағала, сол жаңағы Рамазанға аман есен жеткізе көр деп, сол айда мен аман есен өткізейін, оразамен өткізейін, сенің мейірімнен бір алып қалайын деп не істеген, жүрекпен соны ойлаңыз. Екіншісі не істеу керек? Құлшылықпен дайындалуымыз керек. Әсіресе пайғамбарымыз айтқандай, Рамазан айының оразасына оразамен дайындалуымыз керек та, қараңыз. Мен сіздерге өшеде өте бір нәзік бір мәселе айтайын.
Өзім осыны жыл сайын осыны айтам, өзім де соны жасауға тырысамын қолдан келгенше. Қараңыз, Рамазан айының бірінші күнінен бастап, Рамазан айының берекетінен, шарапатынан бірдеңе алғыңыз келсе, әсер алғыңыз келсе, не істеңіз онда? Оразамен бастаңыз, қазірден бастап. Ораза ұстаңыз да, Рамазан жақында тоқтатасыз. Рамазан жақындағын 2-3 күн бұрын не істеуіміз керек? Тоқтатуымыз керек. Рамазан айына ұқсап кетпеу үшін не істейміз біз? Шағабан айын толық ораза ұстай алмаймыз. Ең құрғанда бір 10 шақты күн, 15 күн ұстасақ бар ғой, өте керемет болады да. Яғни айтайын дегенім, егер де дым істемей, ораза ұстамай, ешқандай Рамазанға кіріп кетсеңіз негізінде бола ма? Болады шындығында, проблема жоқ. Әйтеуір, бірінші күннен бастап ұстасаңыз, оразаңыз қабыл болады иншалла. Бірақ байқайсыздар ма, арамызда талай оны бір практикадан өткізіп жүрген шығармыз, дым істемей, ораза ұстамай, ал ертең ауыз ашар, ойбай Рамазан деп бастап кеткен кезде шамамен айтып жатырмын, әркімде әртүрлі болады. Біреу бір апта бойы түсінбей жүреді Рамазан екендігін. Біреу 10 күнге дейін істейді, әсерін ала алмай жүреді ғой. Тіпті шайдан басы ауырып, көңіл күйі жоқ, іш ауырама, әйтеуір көңіл ұйықтай береді, жатады. Рамазанның әсерін байқамайды. Байқайсыздар ма? Екінші 10 күндіктен бастап жайменде өзгере бастайды. Иманы күшейе бастайды жағы. Өткен ана оразаның әсері уже басталып жатыр ғой. Бірақ не істеп алды? Ана 10 күн жіберіп алды, бір аптаны жіберіп алды, қараңыз. Бұл жіберіп алатын, бос өткізіп алатын ай емес бұл. Бұның әрбір сағаты маңызды да ардақтағайын. Түсініп тұрсыз ба? Ал соңғы 10 күндікте байқасаңыздар уже қанат бітіп, екі қолға аспанға ұшқын кеп тұратын уақыттар уже соңғы 10 күндікте әсіресе. Кәдімгідей тазарасың күнәдан, байқалады сол кәдімгі. Рухани деген керемет бір күйде тұрасың да. Сондай мейірімді боласың. Ұрыс алмайсың, ашуланамайсың, сабырлы болып қаласың, артық сөз сөйлемейсің, құлшылығын жасайсың жағы, тамақ өзі көп жей алмайсың, асқазан тарылып қалады өз жайымен, дұрыс па? Қараңыз, соңғы 10 күндікте кәдімгідей енді рухани бір керемет бір рахат сезімге бөлінесіз. Көрдіңіз ба? Неге бұның барлығы? Себебі Рамазанның берекеті бірінші. Сіз тағы да әрине өзіңізге байланысты. Мынадай жағдай болуы мүмкін ба? Қараңыз, бір адам 30 күн ораза ұстауы мүмкін да, бірақ бар ғой, ешқандай әсерсіз өткізіп алудан мүмкін да. Неге? Ол кімдер олар? Азаннан кейін ұйықтайтындар. Айттық қой, телевизор көреді, басқа көреді, шұқылай, уақыт өлтіреді да. Дым дайындалмайды, еш нәрсеге дайындалмайды. Әйтеуір ауызы берік, іштен ішіп жемейді болды. Тіпті Құдай сақтасын, кешке ауыз ашқаннан кейін өкінішке орай темекін бұрқыратып, насыбайды лақтырып жіберіп былай ауыз аштым ғой деп. Не істейді? Әрі қарай күнәсін жалғастыра береді да, қараңыз. Міне, ондай адамдарда болуы мүмкін ба? Мүмкін. Бұл айда ораза ұстап алып, пайғамбарымыз қаншама хадистері бар. Өсек, ғайбат деген нәрсе сіздің ұстаған оразаңыздың бәрін 5 тиын қылады. Кәдімгі өшіріп тастайды, сауабым бар, Құдай сақтасын. Рамазан сондай ай, көрдіңіз ба? Енді мен айтып отқан не нәрсе? Сондай берекелі Рамазанның бірінші күнінен бастап, алғашқы аптадан бастап, Рамазан айының берекетін сезінгіңіз келсе, әсерін алғыңыз келсе, не істеңіз? Қазірден бастап соған ниетті сөйлейміз, жүрекпен қосып соған дайындаймыз. Екінші не істейміз? Оразамен, құлшылықты көбейтумен, Құранды көп оқумен, яғни құлшылықпен не істейміз біз? Рамазанға дайындалып баруымыз керек қой. Құлшылық жасап, көп, көп жасап, оразаны ұстап, Рамазанға бастап кететін болсақ бар ғой, бірінші күннен бастап не істейміз? Оның әсерін алуға болады. Бұл екінші мәселе. Үшінші, білім алу керек. Яғни Рамазанға қалай дайындалуымыз керек? Білім арқылы дайындалуымыз керек. Ол қандай? Қарапайым. Оразаның парызы бар, оразаның шарттары бар, оразаның сүннет амалдары бар ораза жасайтын. Оразада не нәрсе бұзады, не нәрсе бұзбайды. Соны не істеуіміз керек біз? Дайындалып, кәдімгідей білім, қазір деген айттым ғой жаңа сөздің басында. Қазір деген Аллаға шүкір кітаптар толып тұр. Дұрыс па? Оразаның пайдалары, оразаның не бұзады, не бұзбайды, кітаптарда толып тұр қазір. Өкінішке орай, біз енді осы имамдық қызметте талай жылап жүрдік қой. Сонда өкінішке орай, енді жылда бір болса да қарапайым сұрақтар ғой. Түкірігім жұтсам бұзама, тісім жұлдырсам бұзама, білмеймін тағысын тағы, көзіме бірдеңе жақсам бұзама. Яғни бір сұрақты қайта жылды қайталап сұрай береді. Неге? Себебі ол кітапты ашпайды, дайындалмайды. Көрдіңіз ба? Енді жаңадан ораза ұстап жатқандар болса жарайды енді. Бірінші рет бастап жатыр, сұрап жатыр да мысалға. Бірақ бір кісі 10 жыл бойы ораза ұстайды, 20 жыл ораза ұстайды, бірақ дәл сол сұрақ қайтадан сұрайды ғой Рамазан айында ше. Амал жоқ енді, біз не істейміз? Жауап береміз, түсіндіруге міндеттіміз, жауап береміз, жалықпай жауап бере береміз. Бірақ шындығында әркім өзі бұған қатты мән беру керек та. Бұл негізі
біреу үшін емес қой. Біреу үшін 30 күн аш қалмаймыз ғой біз. Дұрыс па? Өзіміз үшін бәрі. Өзіміздің ақыретіміз үшін, ардақты ағайын. Біз пендеміз. Сол Құдайдың жаңағы беріп тұрған мүмкіндігін пайдаланып, пендешілікпен жасап қойған күнәларымыздан арылып, тазарып бір, және мына денсаулығымыз да сол кезде жөнделеді, байқайсыздар ма? Бірақ бұл жерде бірінші кезекте денсаулықты ойласаңыз, онда өкінішке орай құр қаласыз. Ал бірінші сауапты ойлаңыз, Алланың ризалығын ойлаңыз, ниетіңіз мықты болсын, сіз айтпасаңыз да өз не істейді, денсаулығыңыз не істейді, тазарады да. 11 ай бойы жиналған шлактың бәрі тазарады бәрі, тазарады үшін кетеді барлығы. Ал оның да шарттары бар, соның бірі мысалға жаңа не істеу керек, сәресінде аз жеу керек. Аз жегенде қалай? Жақсылап тойып жейсің ғой, бірақ енді жаңағындай шектен тыс жеу өте зиян нәрсе бұл. Сөйтіп жей салып жата қалсаң біттің онда. Жата қалмау керек. Зікір етіп, Құран оқып, кішкене таза ауада жүріп келіп, кішкене тіршілік жасап, сосын барып, күн шыққанғаша зікір жасасаңыз тіпті жақсы сүннетке сай. Өте керемет әсерлі болады. Сосын кешке қарай әсіресе не істеу керек? Тағы да келіп тыңқиып алып, жаңағы өле-өлгенше тойып, жеп алып, сөйтіп тағы да жүрсеңіз, ол тағы да не істейді? Мына керісінше денсаулықты жөндеудің орнына одан сайын не істейсіз? Әлгі ауруыңызды асқындырасыз да, көрдіңіз. Міне осыған не істеңіз, сақ болыңыздар. Демек, үшінші дайындық немен болады деген? Біліммен болады. Ғылым қал деген мысалға. Біздің діни басқармамыз шығарған кітаптар бар неше түрлі, дұрыс па? Қазақша керек па, орысша керек па? Соны ерінбеңіз. Ораза бабын ашу керек, сөйту керек та оқу керек, ана не бұзады, қай кезде бұзылмайды. Жалпы бір үлкен қағида бар. Сырттан ішке кірген нәрсе оразаны бұзады, іштен сыртқа шыққан нәрселер намазды бұзады, дәретті бұзады. Осы қағиданы жалпы бәріміз білеміз. Әрине сырттан кіргенде де жаңағы табиғи жерден, ол мұрын болады, ол ауыз болады, тік шек болады. Міне осындай жерлерден егер де бір табиғи нәрсе кіретін болса, азық кіретін болса, онда не істейді? Ол оразаны бұзады да. Сөкті, енді талай ораза жақындаған кезде сұрақтар жаудырасыздар ғой, жаңа укол салса не болады, анау нәрсе не болады деген сияқты. Енді амал жоқ, біз шаршамай жауап бере береміз, бірақ дегенмен сізге керек нәрсе болғандықтан ерінбей ашып не істеңіздер, білім арқылы сол Рамазан айына дайындалыңыздар. Укол салса бұза ма екен, бұзылмай ма екен? Кітапта жазылып тұр барлығы. Егер күш қуат беретін дәрі болса, бұзады. Күш қуат бермейтін болса, тек қана ауруыңыз басатын нәрсе болады, мысалы, ол бұзбайды, мысалға. Көрдіңіз ба? Түтін әдейі жұтса не болады? Байқауса кетіп барасың, түтін кіріп кетті, не оң кезде не болады, мысалға деген сияқты. Көрдіңіз ба? Әдейілеп тұрып деп тартып жұтсаңыз, оразаңыз бұзылады. Ал өтіп бараттыңыз, білмеймін, машинаның түтіні не қылып кетті, енді сақтанасың ғой, бірақ байқауса кіріп кетті, ораза бұзылмайды, мысалға. Көрдіңіз ба? Элементар нәрселердің барлығы сол кітапта не істеп отыр, жазылып отыр да. Төртінші дайындығымыз жоспармен болу керек, жоспар жасалу керек, ардақты ағайын. Төртінші үлкен дайындық, жоспар не істеу керек, жасалу керек. Яғни Рамазан айы басталған күннен бастап не істейді? Уақыт деген зымырап кетеді ғой. Алғашқы 10 күндік өтті ма, бітті, Рамазан бітті деп ойлай беріңіз. Қалай біткенін байқамай қаласыз. Қалай қадір түні кеп қалады, 27 күні, содан кейін айт күні кеп қалады, бітті, сонымен Аллаху акбар, Рамазанда кетіп қалады да болды. Сол үшін не істеу керек? Жоспар жасау керек. Бұл өте маңызды. Яғни, мен Рамазан не істеймін? Рамазанда қалай жоспар жасайды? Тіпті керек болса, мүмкіндік болса бар, не істеңіз? Мына әсіресе үкіметте істейтіндер бар, білмеймін, әйтеуір неше түрлі қызметте жасап жүрген кісілер бар ғой енді. Мүмкін болса әрине, қолдан келсе, еңбек демалысын осы Рамазанда алуға тырысыңыз. Еңбек демалысыңызды Рамазан айында алуға тырысыңыз. Себебі бұл ай деген қайтадан сізге келмеуі мүмкін. Бұл айға жеткенде арманда, жетпегенде арманда, қазақша айтқан кезде, Алла нәсіп етіп жетейік, Алла соны нәсіп етсін иншалла. Қолдан келсе не істеңіз, еңбек демалыс алуға тырысыңыз. Ол болмаса не істеңіз, онда күнделікті жоспарыңызды жасап қойыңыз. Шамалап, мына айда, Рамазан айында, өткен айда осы бір Құран хатым түсіре алмадым. Алла нәсіп ет, осы айда бір ең кем дегенде 1-2 Құран хатым түсіруім керек. Құран оқи алатындар айтып жатырмын. Ал оқи алмайтындар не істеу керек? Құранды міне қазден бастап үйреніп бастау керек. Ал онды үлгермедіңіз, онда қазақша мағынасын аудармасын, ең болмаса оқып шығайын осы бір Рамазан айында деңіз. Тарауих намаздарын мешіттен қалмай ер азаматтарға айтып жатырмын. Әйелдер үйде оқу керек. Осы бір айда Құдай қаласа бірде-бір күн қалдырмай тарауих намазын оқимын деп ниет қылыңыз, жоспарлаңыз солай. Сөкті? Жоқ, жалпы ешкімге бұл міндет емес, бұл сүннет намаз ғой, сүннет намаз. Әйелдер кісілер көбінесе үйде оқиды, ер кісілермен араласып, жаңағы мешітке бармайды. Енді кейде сондай бір мүмкіндіктер болуы мүмкін, мешітке жақын тұратын үлкен кісілер,
жаңағы үйінен шығып апаратын баласы бар деген сияқты. Сол кісілер барып мешіттің әйелдер бөлімі болмың, сол жақта оқуына мүмкіндік жасап жатады кейбір мешіттерде. Түсінікті? Немесе күйеуі өзінің әйелі, күйеуі екеуі бірге барып, күйеуі ерлер жаққа, әйелдер жаққа, әйелі барып, сөйтіп оқып жатқан мүмкіндіктер болса, онда рұқсат. Түсінікті? Бірақ жалпы әйелдің түнде жүруі дұрыс емес. Әйелдің үйде, өз үйінде, жаңағы бөлмесінде оққаны әлде қайда абзал, бұл пайғамбарымыздың да өсиеті ардақтайын. Түсінікті? Демек, төртінші не деп айттық? Жоспар дедік. Яғни мен Рамазан айда не істеймін осы айда. Мысалға ауызашар берем, Құдай қаласа. Былтыр бере алмадым, биыл осы ауызашарды берейін. Медресеге берейін. Білмеймін. Пәленбай жаңағы жетім балалар бар, мұқтаждар бар, соны жинап осы берейін. Соның бәрін жоспарлау керек қой. Әрине, Аллаға бірінші ниет қыласыз ғой. Алла нәсіп етсе болады. Құдайдың жәрдемімен болатын нәрсе ғой. Сондықтан да не істейсіз? Біз ішімізде ниет етіп жоспарымызды жасай берейік, Құдай қаласа. Яғни осы айда неше түрлі сауапты амалдар жасауға болады, ардақты ағайын. Ол сіздің өзіңіздің ықылас ниетіңізге байланысты. Әйтеуір осы бір Рамазанның шарапатынан алып қалғыңыз келсе, берекетінен пайдаланып қалғыңыз келсе, не істеу керек? Бұл Рамазан айын жоспарлы өткізу керек. Жоспарсыз болатын болса, онда не істейсіз? Таңертең қандай зікір жасайсыз? Түсте обедте не істейсіз? Кешке қарай не істейсіз? Бәрі берекесі қашып, быт-шыт болып кетеді да. Егер жоспарлы түрде болса, жазып қойып, таңертең сәресіне тұрмастан бұрын алдын ертерек тұрамын, 2 ракат тағажуд намазын оқып аламын. Мен мысалға айтып жатырмын. 2 ракат тағажуд намазын оқып аламын да, сәресін жақсылап дайындап, сәресін ішіп жаламын. Дұғамды жасаймын. Сәресінен кейін отырып не істеймін? Таң намазына шейін. Сәресін бір таң намазын 10-15 минут бұрын бітіремін. Сөйтемде не істеймін? Бисмиллахты айтып, зікір жасап, нағыз дұға қабыл болатын уақытта отырсыз. Дұғамды жасаймын, таң намазын оқимын, таң намаздан кейін істеймін, тағы да отырып кішкене Құран оқимын. Сөйтіп барып кішкене бір демалып аласыз, немесе жұмысыңызға жұмысқа кетесіз. Дұрыс па? Және күндізгі уақытта не істейсіз? Әсіресе мына намазды, ер азаматтарға айтып жатырмын, 5 уақыт намазды мен мешітте оқимын деп жоспарлаңыз. 5 уақыт намаз таңнан бастап кешкі құптанға шейін тарауих намазын оқып үйге қайтамын деп осы жоспарлаңыз. Мысалға көрдіңіз ба? Яғни сосын кем дегенде бір кітап, діни бір кітапты осы бір Рамазанда оқып шығамын. Немесе бірнеше кітапты оқып шығамын деп жоспарлап қойыңыз. Мына Рамазанда Алла тағала нәсіп етсе, мына кітапты бітіремін, мына хадис кітабын оқимын, мына оқимын деп жоспарлаңызшы, ниет қылыңызшы. Алла сіздің ниетіңіз бар ғой, соған шейін реттеп қояды өзі, Алла жеңілдетіп қояды да. Бірақ не істеу керек? Оны қазірден бастап ниет ету керек та, қараңыз. Күніне кем дегенде 100 рет салауат айтамын деп жоспарлаңыз. Мысалға айтып жатырмын. Мен сіздерге подсказка беріп жатырмын кішкене. Тағы да күніне жоқ дегенде 100 рет мен истихфар, астағфируллах, астағфируллах алазим, астағфируллах алазим деп айтамын деп жоспарлаңыз. Пайғамбарымыз осылай істеген. Пайғамбарымыз айтады, "Валлахи" дейді да, қараңыз. Мен күніне бір хадисте 70 марра дейді, бір хадисте 100 марра дейді да, 100 мәрте Алладан тәубе жасап истихфар тілеймін дейді пайғамбарымыздың өзі. Қараңыздар. Көрдіңіз ба? Пайғамбар бізге үлгі ғой. Пайғамбар Алла тағала соншалықты ғашық, Аллаға деген құлшылығын солай арттырып отырған, пайғамбардың өзі күніне істейтін болған 100 рет кем деген истихфар тілеп, жаңағы Құдай тағалаға осылай жалбарынатын болғанда, біз оның қасында кімбіз? Дұрыс па? Сондықтан да қарапайым бір нәрсе сияқты, бірақ осындай жоспарды жасап қойсаңыз, онда не істейсіз? Берекелі болады да. Ал жоспарыңыз болмаса, онда айтып отырмын ғой, әйтеуір ойыңызға келген нәрсені істей бересіз, бітті болды. Түсіндіңіз ба? Сондықтан жоспарды не істеп қою керек? Жаңағы жазып қою керек та. Қарапайым бір мысал. Садақа көп берілетін ай бұл. Осы бір айда Құдай қаласа айлығымның, білмеймін, табысымның, күндік табысымның, енді әртүрлі базар тұратындар басқа бар. 1%-нен күн сайын мысалға мұқтаждарға беремін. Білмеймін, 2%, 5%, 10%-ын беремін осы Рамазанда. Немесе биылғы зекетімді осы Рамазанда Құдай қаласа Рамазанда беремін. Жоспарлаңыз, ниет қылыңыз, ниеттеніңіз. Садақаның енді еселеп сауабы артатын айы ғой бұл Рамазан. Көрдіңіз ба? Жалпы негізінде тек қана Рамазанда емес, кез келген уақытта садақа беріп мұсылман үйрену керек. Әрдайым садақа беріп жүру керек. Бұл садақа деген субханалла пайдасы өте көп. Оны бір нәсіп етсе бөлек сіздерге бір айтып беруге тырысамын иншалла. Жоқ дегенде бір құрма болса да садақа беріп, өздерінің тозақ отынан қорғаңдар деген пайғамбардың мәшһүр сөзі бар мысалға. Бір құрма болса да дейді, қараңыз. Ол жердегі мәселе үлкен байлықта емес, жаңағы тонна. Ниетіңіз сіздің маңызды бұл. Құдайдың ризалығы үшін деп бір құрма берсеңіз де Алланың разылығына бөленесіз да, қараңыз. Сонымен сөздің қысқасы, 90 сөздің тобықтай түйін ретінде
бірінші ниетті түзеуіміз керек. Рамазанға дайындық өте маңызды. Бұл ниет маңызды. Ниет мықты күшті болса қазірден бастап Алла Тағала соған уақытыңызды да, жоспарыңызды да бәрін реттеп қояды. Денсаулығыңызды да. Мысалға тағы бір дайындықтың бір маңызды бір бөлшегі денсаулығыңызды қазір қаратыңыз жақсылап тұрып. Бір тексеріп алыңыз. Емдейтін істеріңіз қазір емдеп алыңыз. Айтып отырмын ғой, жаңа еңбек демалысы мүмкін болса, еңбек демалысын қазір алуды жоспарлап, жұмыспен, басшымен келісіп, қазірден бастап дайындалыңыз мысалға. Көрдіңіз бе? Яғни ардақты ағайын, Рамазан деген ай жай ай емес. Бірінші ниет етіп түзетеміз, дайындаламыз. Екінші құлшылықпен, әсіресе ораза ұстаумен дайындаламыз. Солай кіреміз Рамазанға, пайғамбарымыз істегендей. Үшінші біліммен дайындаламыз. Яғни ораза жайында ақпараттардың бәрін бір ақтарып шығарамыз. Не бұзады, не бұзбайды, соның бәрін қарап шығамыз. Төртінші не деп айттық жаңа? Төртіншісі не? Жоспарлау. Кез келген салада, кез келген мәселеде жалпы бір тәртіп болу керек. Жоспарлы жүретін болсаңыз, өміріңіз тәртіпті болады, және не болады, берекетті болады. Алла баршамызға разы болсын.